Саламатсыз ба әріптестер, номер 75 орта мектебінің әлеуметтік педагогы мен Алдакешева Айнұр. Бүгінгі тақырыбым мектеп оқушыларының әлеуметтік карталармен жүргізілген жұмыстар туралы. Жалпы жұмыс мақсаты мектеп оқушылары мен ата-аналарымен әлеуметтік педагогикалық жұмыстар жүргізу және аз қамтамасыз етілген көпбалалы жартылай жетім толық емес отбасы балаларына әлеуметтік қолдау жұмыстарын жүргізу, сонымен қатар тәртібінде ауытқушылығы бар және қиын құқық бұзуға бейім балалармен әлеуметтік психологиялық және құқықтық жұмыстарды ұйымдастыру, отбасы мен мектеп арасында ынтымақтастықты нығайту. Міндеттері: оқушылардың әлеуметтік педагогикалық ерекшеліктерін және олардың ортасын, өмір салтын, қызығушылығы мен қажеттіліктерін, мәселелерін, келеңсіз жағдайларын, оқушылардың мінез-құлқындағы ауытқуларды зерттей келе, өз кезегінде бала және отбасына әлеуметтік көмек пен қолдау көрсету. Екінші, әлеуметтік педагогикалық жұмыстың әдістері мен бағытын, тапсырмаларын, әлеуметтік және жеке мәселелерді шешу жолдарын. Үшінші, оқушыларды әлеуметтік қорғауға білім беру, тәрбиелеу, дамыту процестерін жүзеге асыру. Осы оқу жылдың басында мектепке жол акциясы жұмыс жасап келеміз. Ауылымыздың жеке кәсіпкерлері балдарымызға көптеген қолдау көрсетіп, көмектерін берді. Ауылымыздың жеке кәсіпкері Төлеген Ақтілек 50 мың теңге көлемінде аз қамтылған бір оқушыға мектеп формасы мен оқу құралдарын көмек берді. Аудандық депутат Грекей Батырхан 30 мың теңге көлемінде ақшалай көмек берді. Ауыл жастары 63 мың теңгеге құрайтын мектеп сумкасын бірінші сынып оқушыларына табыс етті. Ауылымыздың жеке кәсіпкері Төлеген Айдарбек 40 мың теңге көлемінде мектеп оқушыларына аяқ киім берді. Ауылымыздың жеке кәсіпкері Махамбетов Қожабек 50 мың теңге көлемінде мектеп формасын берді. Өстіп мектебіміздегі 90 оқушының 50 оқушысына осындай кәсіпкерлер қол көмектерін берді. Мектептің әлеуметтік паспортын шығару үшін мектебімізде 1-ші класс 11-ші класс аралығындағы оқушылардың әлеуметтік паспортын дайындаймыз. Мысалға 1-ші классты алатын болсақ, оқушылары 20, отбасы саны 20, көпбалалы отбасы 14, аз қамтылған 6, мүгедек балалар деген жоқ, азаматтық жоқ балалар жоқ. Соның ішіндегі ата-аналар біліміне байланысты келетін болсақ, жоғарғы біліммен 13, техникалық кәсіптік біліммен 11, орта біліммен 16, барлығы 100% құрап тұр. Осы картотека арқылы, мектептің паспорты, сыныптың паспорты арқылы оқушылардың картотекасы шығады. Жалпы 1 мен 11 сыныптың оқушылардың арасындағы сыныптың әлеуметтік паспорты толтырылып, картотекасы толтырылып, мектептің жалпы әлеуметтік паспорты шығарылды. Осы тәрбие жұмысына байланысты мектебімізде отбасы бақыт мекені тақырыбында мектебіміздегі ерекше білім алатын 5 оқушымен ата-аналармен осындай іс-шаралар өткізілді.